Өңірдің бюджетіне өзгертулер мен түзетулер енгізілді. Осылайша үнемделген қаржы 2 миллиард теңгеден асып отыр. Бюджетке енгізілген өзгертулер мен түзетулердің нәтижесінде қазір аймақ қазынасы 231,6 миллиард теңгені құрады. Осы қаржының 836 миллион теңгесі өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмсалады. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясы отырысынан тілшіміз тарқатады. Өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған 800 миллионнан астам қаржының ішінде 50 педагогқа берілетін, Павлодар облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін төс белгісі иегерлеріне берілетін бір реткі сыйақы бар. Сондай-ақ мектептерді кезең-кезеңмен кешенді жаңғыртуға да осы қаражаттан ақша бөлінеді. Оған Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларындағы бірқатар білім ошақтарына жөндеу жүргізіліп жабдықталады. Өңір бюджетінде өзгерістер бар. Үнемделген қаражат 2 миллиардтан асады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2,1 миллиард теңгені үнемдеп отырмыз. Оның 1,2 миллиард теңгесі жобалар бойынша, кейінге қалдыратын жобалар бойынша қарастырылып отыр. Және 900 миллион теңге ол қазіргі уақытта тиімді емес шығыстарды біз оңтайландырып отырмыз. 18 дәрігер маманның шетелден білім алып, тәжірибе жинақтау үшін 123 миллиондай теңге қарастырылған. Ал еріктілер жылына деп 30 миллион теңге жұмсауды жоспарлап отыр. Ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыруға 10 миллиардтан артық қаржы бөлу көзделген. Елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты тағы да қосымша шаралар қарастырылады. Төтенше жағдай кешеден бастап жүзеге асырылып отыр. Бүгін үкімет отырысында жаңадан шаралар қабылданды. Оның барлығын біз ескеріп, енді өз бюджетімізді қайтадан қарастыратын боламыз. 20 наурызда облыстық мәслихаттың кезекті сессиясы өтеді. Сол жиында өзгертулер мен түзетулер енгізілген өңір бюджетін облыстық мәслихаттың депутаттары талқылайтын болады. Есенбек Санатұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.